Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Ғалия Нұрали. Бүгін сіздермен құрамы өте қарапайым ачичук салатын жасайтын боламыз. Бұл салатты негізінен палаумен бірге ұсынған дұрыс. Құрамы қарапайым болғанмен өте дәмді, әрі тәбеттеріңізді ашады. Алдымен қызанақтарымызды екіге бөліп, жұп-жұқа етіп турап шығамыз. Пиязымызды да жартылай сақина ретінде жұп-жұқа етіп турап аламыз да, ыдысқа салып, қолымыздың көмегімен мыжып, жұмсартып аламыз. Дайын болған пияздың үстіне қызанағымызды салып, тұзбен қызыл бұрышты қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Тез әрі оңай дайындалатын салатты үйде жасап көруге барлықтарыңызға кеңес беремін. Рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.